Биыл жыл басынан бері 9185 өрт оқиғасы тіркеліп, 192 адам бақилық болған. Құтқарылғандардың саны 1318. Мен осы 5-ші мамандырылған өрт сөндіру бөлімінде жұмыс істеймін. 2006 декабрьнан бастап әскери борышымды атқарғаннан кейін осы жұмыс орнына келіп орналастым. Осы жұмыс орнында орналасқаныма өте ризамын. Ассалаумағалейкум. Тыныш ба? Бәрі тыныш, бәрі жақсы. Жақсы. Әлемдегі ең қауіпті мамандықтардың бірі өрт сөндіруші қызметі. Нағыз ер азаматтарға тән мамандық, батылдық пен жүректілікті талап етеді. Бұл автокөлік 15 жыл бойы өзімен бірге жұмыс істеп келе жатқан, әр қауіп қатерде жеткізіп, жолда қалдырып көрген емес. Негізі өрт сөндірушілердің көліктері әрдайым өздері қадағалап, тазалықтарын өздері қарайды. Нұр-Сұлтан қаласындағы нөмірі 5-ші мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінің жігіттері күніне орта есеппен 5 шақыртуға шығады. Жүктелген міндет аса жауапты болғандықтан, олар епті әрі күшті. Олар өрт өтінде өмір сүреді. Күнде де, түнде де аса оттан қаймықпай алысады. Қауіпті жағдайда қалып қойған адамдарды құтқарады. Бұл республикадағы ең көп дабыл соғылатын бөлімше. Әрдайым әртүрлі болады, жолдың кедергілерінен көліктер кейде жібермейді. Сондықтан негізінде ерте баруға тырысамыз, 3 минут, 5 минут, ең көп кеткені 7 минут аралығында. Ең алғашқы шақырту жері болған, жеріде жанып, әлгі 35 градус аяз, көтеріліп тұрған қатаған аязда сол жеріде өшірдік. Ішінен адамдар жанып кеткен болды. Ол бірінші моментте сол адамның қорқынышы сол алдыма деп ойлаймын. Қорқынышты кезеңдер болады, ол кезеңдерде әрдайым біз ұмытылып, оны ойға салмай, адам құтқару біздің ойда сол тұрады. Өрт сөндіруші әрдайым өз ісіне тәпі, жинақы болу керек. Бөлімше командирі Төлеген Байбақы бастаған жігіттер оқиға орнына дер кезінде жетті. Өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтай отырып, дұрыс шешім қабылдаудың нәтижесінде жоғары қабатта қалып қойған тұрғындарды алапат өрттің құрсауынан аман алып шықты. Жаттығуда қиын болғанымен, ұрыста оңай болады. Тілсіз жау мүлт өткенді кешірмейтіні хақ, сондықтан үнемі білім мен білікті шыңдау қажет. Оқу жаттығу кезінде дайындықтың жоғары үлгісін көрсетіп, аман-есен бөлімшеге жеткен жігіттердің жалғыз тілегі түн тыныштық еді. Бірақ айтып келмейтін апат 2018 жылдың 5 қыркүйегінде өрт сөндірушілерді аяқтан тік тұрғызды.
На связи, Ажан. Ажан, отправляйте 2 хода лестницу. Адрес Шаймерден Кошугулова, 10/2. Задымление в магазине. Как приняли? Принял вас. Шаймерден Кошугулова, 10/2. Задымление в магазине, 2 хода лестницы. Два хода лестница на выезд, 2 хода лестница на выезд. Дабыл түскеннен кейін мен диспетчер жаққа барамын да, жолдама аламын. Сосын барып автокөлікке отырамын. Автокөлікке отырғаннан кейін мен жеке құрамды күтемін. Автокөлікке отырған. Сосын барып біз шығамыз мекен-жайға. Ең басты мақсатым жеке құрамда аман-есен мекен-жайға өрт болып жатқан жерге аман-есен жеткізу. Тезірек. Өрт мезгілді талғамайды. Өрт кез келген жерден шығуы мүмкін. Алапат өртпен бетпе-бет келгенде үрей қорқыныш сезімдерін бой алдырмай, тез арада шешім қабылдап, дұрыс ұйымдастыра біліп, және кәсіби шеберліктің арқасында ғана қол жетуге болады. Әрине, бұл жерде көзсіз батырлықтың жүрмейтіні хақ. Полицей мырзалар. Көкшетау қалалық полиция департаменті басшылығы кешкі кезекшілікке шығатын жол патрульдік полициясы кавалериялық взводы қызметкерлерінің қызметтік куәлігін тексеріп, заң нормаларын пысықтауда. Қылмыстың алдын алып, басына іс түскен азаматтарға тез әрі сапалы көмек көрсетудің маңыздылығын түсіндіруде. Жаңа форматтағы полиция бұл сервисный полиция болу керек. Яғни халыққа қызмет көрсету, заңға қызмет көрсету полициясы. Қаланың көшелері тиыш болғанмен де әртүрлі жағдайлар болып тұрады. Сол себептен олардың немен қай уақытта кездесетіні ол әркімге беймәлім. 2 жылдан бері полиция сапында қызмет етіп жүрген Асқат Еркашев қоғам қауіпсіздігін күзеткеннен артық қызмет жоқ деген ұстанымда. Ол өзіне бекітілген учаскедегі тыныштықты ұлттық гвардияның жауынгерлерімен бірге қамтамасыз етеді. С детства зародилась мечта стать полицейским. С друзьями раньше играли полицейских. Бала кезімнен ойыншық мылтықпен тәртіп бұзғандарды ұстап полицей болып ойнайтынбыз. Кейін Шоқан Уәлиханов атындағы колледжде білім алып, әскери борышымды өтедім. Ер азаматтың міндеті өз отбасын, ортасын, отанын қорғау болғандықтан сол жүйеде жұмыс жасаймын деп шештім. Воинская часть 28-1037. После окончания воинской службы устроился батальон дорожно-патрульной полиции полицейским. Моя мечта сбылась. А 1864-му. Обстановка норма. Как принято? Олар кезекшілік кезінде алдында не күтіп тұрғанын білмейді. Білетіні төтенше жағдай туындай қалса, полицияның тосылып, абдырап қалуға құқы жоқ. жылдың 25 қарашасы. Көктем Мөлтек ауданында кезекшілікте жүрген патрульдік полицей Асқат Еркашев пен оның көмекшілері жақын маңнан жарылысты естиді. На связи. Пожар. Вторая рука 24, пожарную группу, срочно, Принял. Кіші сержант саспады. Жедел сол жерге жетіп өрт сөндіру қызметін күтпестен тілсіз жаудың құрсауында қалған адамдарды құтқару операциясын бастап кетеді. Бірақ әдегеннен қиындыққа тап болды. Үйдің есігі жабық болғандықтан қызыл жалынның ортасында қанша адам қалды.
газ баллондары бар ма деген сұрақтардың жауабы маңызды еді. Сондықтан олар ойланбастан терезені сындырады. Асхат пен оның көмекшілері барынша уақытпен жарысты. Себебі секунд сайын көмек сұрап жылаған балалардың даусы бәсеңдеп, улы газға тұншығу қаупі жоғары еді. Сондықтан сақшылар өз бастарын қатерге тікті. Далаға шығарылғандардан үйде қанша адам қалғанына қатысты ақпарат алғандар есікті бұзып ішке кіреді. Нәтижесінде қызыл жалын шарпыған баспанадан 7 бала мен 3 ересек адам құтқарылды. Бас көтеріп жүргізбеген қою түтін жігіттердің қорғанысын әлсірете алмады. Кто-нибудь остался? У меня не было ни минуты времени на раздумье. Менде ойланып тұратын уақыт болмады. Бірден терезені сындырып, алдымен балалардың ең кішкентайларын шығарды. Содан кейін аналарын сүйемелеп қауіпсіз жерге жеткіздік. Ішке қайта жүгіріп кіріп, ешкім қалмағанына көз жеткізу керек болды. Далаға шығып бара жатқан тұста пештің жанында тұрған 2 газ баллон байқап қалдым. Егер ол жарылғанда алапат апат болар еді. И вытащил их сразу наружу. Біз келген уақытта осы дүкеннен қара түтін шығып атқанын көріп, бір бөлімді ішіне жіберіп, екінші бөлімді лифтінің қасына келіп, тоқтың өшіп тұрғанын көріп, қауіпті болғандықтан біз баспалдақ жағынан адамдарды алып шығу үшін баспалдақтан көтерілдік. Баспалдақты ашқан бетте қара түтіннің, буланған қара түтінді көріп, екінші бөлім тыныс алу аппараттарын қосылып, ішіне кіріп адамдарды іздеуге қатыстық. Төлеген Байбақының бригадасы оқиға орнына санаулы минуттарда жетті. Бұл кезде подъездегі электр сымдарының тұйықталуынан жарық өшіп, жедел саты істен шыққан болатын. Қызыл жалын түн ортасынан ауғанда 16 қабат үйдің төменгі қабаттарынан шарпыған. Жұрттың көбі қалың ұйқыда болғандықтан оңайлықпен есік ашпайды. Дабылды да естімеген, ал естігендері дүрлігіп, үрейге бой алдырып, қозғалысты қиындатады. Далаға шығып үлгермей, есінен танғандар да табылды. Мына жерде адамдардың кепешісі бір-бірін айғай-шу болғандықтан, осы жерде бір-біріне жол бермей, итеріп, шалген бір-бір бала шағасы бар, айғай-шумен бір-біріне паника қойып, жол бермеді. Көп қабатты үйде өрт шыққанда одан тұрғындардың аман есен шығуы тілсіз жаудың таралу нүктесіне байланысты. Егер қызыл жалын төменгі қабаттан шарпыса, жанғыш заттардың әсерінен күш алып, жылдам тарайды. Бұған қоса ғимаратта желдеткіштер орнатылмаған жағдайда көк түтін минутына 7-8 метр жылдамдықпен жайылатын көрінеді. Қара қою түтін екінші қабаттан бастап 16-шы қабатқа дейінгі қоюдың күші сонда қатты, адамдар демала алмады. Баспалдақтың бойында отырып қалған адамдар болды. Балалар
пәтерлерде қалып қойған болды. Балалардың дауысын естідік. Сол есікті ашқанда 2 бала болды келесі пәтерде. Тағы 2 балаларды көрпеге орап, сулап, қара түтіннен алып шықтық. Кейін көтеріліп этажға шыққанда бір кәрі адамның дауысын естіп. Сол пәтерді ашқанда әлгі кәрі адамның тыныс алуы азайып бара жатыр екен. Сондықтан әлгі кісіні орап, көтеріп, алып шықтым. Жоғары қабатты тілсіз жаудың құрсауында қалып қойғандарды құтқару операциясы қиындық тудырды. Біріншіден, пәтердің нөмірі ішіндегі адам санына байланысты нақты ақпарат болмады. Екіншіден, бұл уақытта көк түтін жайылып үлгерген еді. Мамандардың сығылған оттегісі бітуге шақ қалса да, олар шегінбеді. Баспалдақтың бойына қаз қатар тұрып, көмекке мұқтаж жандарды іздеп тауып бір-біріне тапсырды. Сол арқылы уақыт үнемдеп, балалар мен қарттарды қауіпсіз жерге алып шықты. Адамдардың өз беттерімен шығу мүмкіндігі болмағандықтан өзіміздің қосалқы маскамызды кигізіп, сыртқа таза ауаға шығаруға біріншіден бас бұрдық. 300 атмосфера неміз болады, таза ауа. Ол енді бізде сыртта, бізде өзіміздің есептейтін адамымыз болады, поста отыратын, сыртта отырады. Ол кісілер бізге есептеп, байланыс арқылы бізге айтып, қанша уақыт жұмыс істеуіміз керек, іште пожарға кіргенде қанша уақыт жұмыс істеуіміз керек, соның бәрін бізге қанша біздің давлениямыз қанша болады, соны бізге айтып, біз сол арқылы жұмыс істеп, солармен бірге байланыста боламыз. Цепка дейді бізде енді несі, бірге 3 адам, 4 адам, 3 адамнан артық бізге кіруге болмайды төмен. 2 адам бізге рұқсат етілмейді. Қала қалың ұйқыда жатқанда өрт сөндірушілер қызыл жалмен арпалысып, 2 сағатқа жетер-жетпес уақытта тілсіз жауды жеңді. Оның жаңа күшпен сыртқа қарай ұшқын шашып, жануына жол бермеді. Отқа да айла тәсілдер керек. Сақтансаң сақтаймын дейді ғой. Өртте басқан қадамыңда байқамасаң, өз өміріңмен қоштасып кетуің де мүмкін. Адам өмір үшін шоқ шайнап, жалын жұтып жүрген өзіміздің әріптестеріме амандық тілеймін. Өрт адамның өмірі мен денсаулығына, қоршаған ортаға үлкен материалдық залал келтіреді. Тез арада ауыздықталмаса, жолындағысын жайпап, жояды. Тіпті ең қымбат адам өмірінде аямайды. Сондықтан тілсіз жаумен жолсатын өрт сөндіруші мамандығы өте маңызды әрі қауіпті. Олар минут сайын тәуекел етіп, өмірлерін қатерге тігеді. Сержант Асқат Еркашев газ баллондарды сыртқа шығарған сәтте өрт сөндіру қызметі де келіп жетті. Бұл уақытта тілсіз жау бір-біріне жапсарлас салынған жер үйдің біраз аумағын жалмап үлгерген еді. Возгорание предварительно это печка. Өрттің шығуына пештің ақауы себеп болған деп жатыр. Күлге айналған дүние маңызды емес. Бастысы 7 бала дін аман, оның 4-еуі менің бауырымның балалары. 3 своих, 4 братишкиных, все живы-здоровы.
Отбасы мүшелері үйдің өртеніп жатқанын білмеген. Сондықтан да қамсыз отырған дейді отағасы. Себебі пеш жапсарлас салынған құрылысқа шығарылған көрінеді. Ал қою түтін үйдің ішіне лап бергенде балашаға абдырап қалған. Ал апат-апаттан аман қалған жеткіншектердің көрер жарығы бар екен. Оқиға орнына келген дәрігер жәбірленушілерді тексеріп, денсаулықтарында кінәрат жоқ деген тоқтамға келді. Страшно, мне кажется, это не... Ешкімнің басына салмасын өртенген үйден түк қалмады. Сондай жерден балашаға маман қалды. Ойласам, әлде қорқынышты. Айтып келмейтін тілсіз жауды байқап қалып, дер кезінде көмекке келген полиция қызметкері, ұлттық гвардия сарбаздары, өрт сөндіру қызметі бәрі бейбіт күннің батырлары. Газ баллондары жарылмағанына шүкір деймін. Партаға қайта отырған балалар жақында біздің батырлар деген тақырыпта шығарма жазыпты. Басты кейіпкері полицияның кіші сержанты Асхат Еркашев. Ол 3-ші дәрежелі айбын орденімен марапатталды. Но иногда бывает страшно. За себя. Өзің үшін, өмірің үшін қорқынышты жағдайлар болады. Бірақ халқының қорғаны саналатын полиция көмекке келмегенде кім барады? Қауіпті сейілту нағыз азаматтардың борышы. Екі оқиға бойынша да тергеу тексеру жұмыстары аяқталды. Апаттың алдын алған азаматтар бөлімдеріне оралып, басқа да төтенше жағдайларды жоюға кірісті. Негізі енді өрт сөндірушілердің жұмысы Асхат барғаннан кейін, ол оның біріншіден как полиция қызметкері ретінде міндеті, екіншіден Қазақстан Республикасының азаматы, оның үшін енді ер азаматы ретінде оның басты міндеті. Сол себептен сол кезде Асхат өзінің міндетін жақсы бағаға орындап, қазіргі күнде басшыларының атынан, халықтың атынан өзінің бағасын алып отыр. Асхат үйдегі 4 баланың ортаншысы. Үлкен ағасы да әскери сардар. Балам аман қалған, анау енді өрттен аман шыққан адамдарға да қуандым. Ол да енді қиын жағдай ғой. Қанша адам, 10 адам өрттеніп кетсе мысалдан. Соған бір жағынан өте қуандым, жүрегім енді толқыды. Балам сондай ерлік, ол ерлік қой, негізінде ерлік жасағаннан мен өте қуанышты болдым. Қорқынышпен да, мақтанышта бірге қатар жүреді. Балам сондай жұмыс жасап, үкіметке енді жұмысы оңай деп айта алмаймын. Енді бұл мамандық өте сондай қауіпті деп есептеуге болады бұл мамандықты. Бірақ та енді бұл мамандықты таңдаған адамдар сондай ер жүректі, сондай адал адамдар деп есептеймін. Мен Асхат Еркашев, отаным Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Нөмірі 5-ші мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінің жігіттері қаланың шеткер аймағындағы жер үйлердің қауіпсіздігіне жауапты. Күн суытқалы шақырту да үдеген. 7 қаруын сайлап отырған мамандар дабыл соғылмас екен деп тілейді. Бұл қиындықтан қашқандықтан емес, халықтың амандығын тілегендіктен. Человеку достаточно порядка 5-6 минут. Адамға тұншығып қалу үшін 5-6 минут жеткілікті. Сондықтан өртке шақырту алған бригадамыз тілсіз жаудың себеп салдарын анықтап, уақыт жоғалтпайды. Бірінші кезекте адамдардың амандығын қамтамасыз етуіміз керек. Түтін ауадан да жеңіл. Кез келген ғимараттың жоғары бөлігіне жиналып, көзді байлап тастайды. Кейде адамдардың қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтамауы қайғылы оқиғаларға келеді. Салдарынан мамандарымыз жарақат алатын кездер де болады. Өрт сөндірушілерді үйлерінде күтеді. Соны ұмытпау керек. Любого пожарного ждут дома. Бригадасын білікті басқарып, дайындықтың жоғары үлгісін көрсеткен Төлеген Байбақы ерлік үшін медалімен марапатталды. Бұл бір азаматтың емес, топтың жеңісі деп түйді Ішкі істер министрі Ерлан Тұрғынбаев. Медали ерлігі үшін командир отделения специализированной пожарной части номер 5 Байбакина Төлеген Кардимова.
Солтүстік Қазақстан облысының тумасы Төлегеннің өрт сөндіру қызметіндегі еңбек өтілі 13 жыл. 13 жылда 13 мыңнан аса шақыртуға шыққан. Былтыр отбасын құрған азамат ұлы Әкімбайдың да болашақта өрт сөндіруші болғанын қалайды. Мерейлі мамандықта нағыз азаматтар еңбек етуі тиіс деген ұстанымда. Жұмысының қаншалықты ауыр екенін мен түсінем, білем, бірақ та өз басы маған ешқашан жұмысындағы жаңағы мәселелер жайлы, ауыртпалығы жайлы айтпайды. Себебі мүмкін енді мені алаңдамасын дейтін шығар. Және де мен үшін жолдасымның өрт сөндіруші деген мамандығы мәртебе, өйткені мен тіпті маған құрбыларының өзі айтады, мә, жаңағындай сен жолдасың өрт сөндіруші қандай күшті деп, сен жолдасың сондай бір қалай айтсам екен, мужественный сондай жұмыс қой дейді да маған. Сондықтан мен оны мақтан тұтам. Қаладағы да, даладағы да өрттің басым бөлігі адамдардың жауапсыздығынан, немқұрайлылығынан болады. Шала сөндірілген от, шылымның тұқылы, бықсыған қоқыс. Осының бәрі өрттің шығуына себепші. Республика бойынша мамандар тәулігіне орта есеппен 200-ге жуық шақыртуға шығатын көрінеді. Сұхбат аяқталмастан қайта дабыл соғылып, бригада оқиға орнына аттанды. Тәулігіне 24 сағат қауіпсіздік күзетінде тұратын қызметтердің еңбегі ерлікпен пара-пар.